Сәлем баршаңызға, сіздермен Айдана. Бүгін сельдь шөбі салатын рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен пиязымызды кубиктап турап алатын боламыз. Селедканы да кубиктап турап аламыз. Селедканы кубиктап турап болғаннан соң үккіштің үлкен жағымен суға қайнатылып пісірілген ингредиенттерді өткізетін боламыз. Ең алдымен картопты, кейін сәбізді өткіземіз. Жұмыртқаны да үккіштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Кейін бір жұмыртқаны сарысын ағынан бөліп алып, ағын үккіштің үлкен жағымен өткіземіз. Бұл бізде салаттың бетін әрлеу үшін қажет болады. Кейін үккіштің ең кішкентай жағымен жұмыртқаның сарысын өткізіп аламыз. Суға қайнатылып пісірілген қызылшамызды үккіштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Ең алдымен бізге осындай дөңгелек зат қажет болады. Бізде бұл салатымыздың формасын ұстап тұру үшін қажет. Кез келген дөңгелек зат қолдансаңыздар болады. Ең алдымен картопты саламыз. Үстіне шым-шым тұз сеуіп, бетіне майонезді саламыз. Барлық жеріне тигізіп жабышатын боламыз. Осында қасықтың көмегімен жабышсаңыздар болады. Үстін қатты баспаймыз. Майонезді барлық шетіне тигізіп жабышық болғаннан соң үстіне селедка саламыз. Селедканың бетіне де осылай майонез жабышамыз. Үстіне пиязымызды салып, пияздың бетіне де майонез жабышатын боламыз. Майонез жағып болғаннан соң үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбіздің бетіне шым-шым тұз сеуіп, оның үстіне майонезді барлық шетіне тигізіп, үстін қатты баспай жағып шығамыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, жұмыртқаның да бетіне барлық шетіне тигізіп, майонез жабышамыз. Майонезді жабышық болғаннан соң үстіне қызылшамызды салып, осылай барлық шетіне тигізіп, салып шығамыз. Кейін үстіне майонезімізді жағып, барлық шетіне тигізіп, тегістеп шығатын боламыз. Салатымыздың бетін әртүрлі етіп, өзіңіздің қалауыңызша әрлеп сәндесеңіздер болады. Мен қалып қойған қызылшаны осылай жандарына қойып шықтым. Жұмыртқаның ағында осылай дөңгелек етіп қойып шығып, ортасына жұмыртқаның сарысын саламыз. Мен де қалып қойған майонезді осылай салаттың жандарына дөңгелек етіп қойып шықтым. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.